Hayırlı gün bolsun. Sekiz santimetre, 48 santimetre. Aha. 39 santimetre, 3 santimetre, 9 santimetre. Жақсы, тамаша. Килограмм? 100 kilogram, 1 centimetre. 4 Дециметр. 40 santimetre. Азадағы есептерді не істедік? Оның ішіне не құйдық біз? Су құйдық. Бұлардың ішіндегі сулар көп па, аз ба? Az. Осы жердегі көлемді ыдыстардың ішінде ең кішкентай қай банка бізде? 1 литр жаңағы жарты литрлік банка бар, солай ма? Ал ең көп су сиятыны ол бізде бұл жерде 5 литр. Одан да үлкен. Ал енді 1 литрда мына 2 литрлік банкаға неше литр су құюға болады? Мынамен неше рет құямыз? Неше рет Айзере? 2 рет құямыз, дұрыс айтасың. А мына 3 литрлік банкаға 3 рет? 5 литр. Яғни бұл да бұған да біз суды немен құямыз? Сыйымдылық болшама литр. Сыйымдылықтың өлшем бірлігі. Сыйымдылық болшама литр. Сыйымдылықтың өлшем бірлігі. Екі литрлік банкаға неше литр банка су құйды? 1 литр құйды. Толды ма біздің 2 литріміз? Жоқ. Енді тағы да біз оған неше литр құямыз? Тағы да 1 литр құямыз. Ары құялы. Толды ма? Біз бұнда неше литр? 5 литрдан 2 литрді алғанда мұнаның ішінде қанша литр су қалды? Қанша қалды енші? 3 литр су қалды. Яғни бұндағы су көп па, 2 литрдағы су көп па? 5 литрдағы су көп. Себебі оның ішінде әліге 3 литр су бар. Ал егер де 3 литрлік банканы толтыру керек болатын болса, оған 1 литрмен неше рет құямыз суды? 3 рет құямыз. Жақсы. Артық 37 литр. Қане?
A azaytу 42 тең 8. Жаз. Екі азайту U тең 3 теңдіктер. 9 азайту 4 тең 5. Так, Гүлім оқы. С тосу 5. Әріпті. Арты өрнек. Екіз. Азайту 20. Арты өрнек. Жақсы, отыра ғой, жарайсың Гүлім. Келесі. Айжан. Әріп. Ножкеде 43 литр су. Жақсы, тамаша, жаз. 1 дециметр тең қанша сантиметрге? 10. Дұрыс па екен? Қазір тексерейік. Дұрыс па? Келесі сұрақ айғайламаймыз. Жақсы ма? Келесі Әнуар 200 сантиметр тең қанша метрге? 200 сантиметр тең қанша метрге? Әнуар 2 метр. Келесі сұраққа Дүйсенбай 1 центнер тең қанша килограммға? 100. Тексереміз. Дұрыс па? Жақсы. Келесі Жантөре. Түсінікті ма? Жақсы, тамаша. Әлі де түсініп келе жатқан оқушылар да бар, иә? Жақсы, бүгінгі сабақты көбіміз не істедік балалар? Түсіндік, иә? Енді түсініп келе жатқан балаларға әлі де көмектесеміз, және де бізде түсінбеген кім бар? Дүйсенбай. Дүйсенбайға біз келесі сабақта әлі де не істейміз? Үйретеміз.